Hey, what's up, guys? How are you? Are you okay? Now let's do some tests with you. Yeah. Tick A, B, C to complete the sentences. Okay. Tick A, B, C to complete the sentences. What's name? What's your name? Сенің керек бізге. Сенің атың кім, мынау не? Болады деген сөз. Сенің атың кім болады? Yeah? Let's go to the next one. Are Josie? Are you Josie? Сен Josie боласың ба деген сөз. Яғни am, is, are ол бізде не? Болу етістігі. Құрметті менің достарым, шәкірттерім, видеоға лайк басып, плюсик басып, тіркеліп отырайық маған. Мен де риза болайын, сіз де риза болыңыз. Okay? My dear friends. Okay. Thank you. Ты Josie? Are you Josie? Where from? Where he is? No, we don't say where he is. Yes, if it's a question, сұрақ болса, не алдына шығып кетеді? Is алдына шығып кетеді. Сонда не болады? Where is he from болады. Okay? Good job. Is she a good teacher? Не болады мына жерде? Төрттің жауабы қайсысы болады? Құрметті менің шәкірттерім, төрттің жауабы қайсысы болады? Төрттің жауабы не болады? Кім біледі? Төрттің жауабы не? Who knows? What is the answer of question number 4? Өте керемет. Диас мырза, рахмет жауабыңызға. Is she a good teacher? Yes, she is, дейді. Сұрақ избен басталса, жауапта избен болу керек. Ол жақсы бір мұғалім бе, дейді. Айдан, рахмет. Өте керемет. Өте керемет. Өте керемет. Құрметті менің достарым. Видеоға лайк басып, міндетті түрде тіркеліп кетейік. Мен тек қана пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Let's go to the next one. Okay. Jack, Scotland. Jack, what? Jack, қайсысы болады? Бестің жауабы не болады? Кім біледі? Құрметті менің шәкірттерім. Jack. Jack is from. Өте керемет. Thank you. Jack is from. Маконти, ертең практика ғой сол. Ашамыз, ішінде спикингтарды сөйлесетін боламыз. Tomorrow we'll open the pre-intermediate book, then we'll practice the speaking in that book. Okay? Please don't oversleep at 9:30. Get ready at 9:30. Маконти, курс қалай? Ұнап жатыр ма сізге? Мына жерге комментарий жазып кетсеңіз, біздің курсқа қатысып жатсыз ғой. Қалай, курс ұнап жатыр ма? Бір ауыз пікіріңізді жазып кетсеңіз мына жерге. Could you please comment? How is the course going? You are in our course, yeah? Online course. How is it going, Маконти? Махаббат ханым. Kylie and Jason, British. Мына жерде Джейсон бір өзі болғанда is дей салатын едік та. Бірақ Джейсон емес, Kylie екеу болғандықтан не болады? Are болады. Өте керемет. Диас мырза, раха. Өте керемет. Very good. Айдан, thank you. Они являются британцами, дейді. Қаны видеоға лайк басып шығайықшы, жігіттер, қыздар. 5 секунд уақыт беремін. 1, 2, 3, 4, 5. Құрметті менің шәкірттерім, рахмет лайктарыңызға. Лайықты видеоға лайк қойғандарыңызға рахмет. Кеттік олай болса. Are you from Russia? No, I'm not. No, am I not? No, I'm not. Қайсысы болады? Number 7. Жетінің жауабы. Амирчик, рахмет за подписку. Я Маконти, я WhatsApp'та всегда практика жасаймыз. Үй жұмысын жасайсыздар, суретке түсіресіздер, я. Менімен практика болады, яғни ешқандай менеджер не жоқ, менімен тікелей практика болады. Өте керемет, рахмет. Thank you, Miss Маконти. Follow me, please. Follow me.
No, I'm not. Okay. Are you from Russia? No, I'm not. Thank you. Makonchi, thank you. Where are you from? Where, what? If it's a question, сұрақтың, кез келген сұрақтың біз ретін жаттап алсақ, бітті. Past simple, present simple, future simple, барлығында осы бір формула болатынын жаттап алыңыздар, құрметті менің достарым. Коси деп жаттап алсаңыздар, бітті. Осы формулаға барлық ережелерді, барлық шақтардың нелерін саламыз. Енді коси деген не ол деп қарап отқан болсаңыз, косиді қазір кетемін мен. Q деген question word, яғни ең алдына шығады ол. Where, қайда деген. Одан кейін келеді бізде auxiliary verb. Auxiliary verb деген бізде көмекші етістік. Ол не? Are, okay? Are, is, do, does, did, will, бүкіл барлығы осындай auxiliary verb болып табылады. Көмекші етістік, вспомогательный глагол. Потом subject. Subject это у нас человек или же вещь, да? You. И потом инфинитив или же любое другое слово, это у нас from идет, да? Where are you from? Коси деп жаттап алайық. Это у нас word order in questions. Word. Okay. Order in questions. Болды, любой жақтың, любой сұрақтары шашатын боласыз. Okay. New York City in the United States. То есть Нью-Йорк Сити находится в Соединенных Штатах дейді. Нью-Йорк қаласы Америкада дейді. Орналасқан, находится. Там что будет у нас? Is. Well done. Өте керемет. Guys, thank you. Айдана, thank you for following. Mitch, welcome, Mitch. Makonchi, thank you, Makonchi. Thank you. Thank you, Miss Makonchi. Thank you. Let's go to the next one. We in room 12 дейді. We мен не қолданамыз біз? We мен қолданамыз, немесе болымсыз болса не болады? Aren't, okay? We aren't. Okay, we aren't in room 12. Біз 12-ші бөлмеде емеспіз. Мы не находимся в 12-й комнате дейді. Okay? The next one, are American. Are мен не қолданамыз біз? It қолданбаймыз. He қолданбаймыз. They қолданамыз. Are they Mexican? Олар мексикалық па дейді. Өте керемет, құрметті менің достарым. Рахмет, шәкірттерім. Кеттік. Сэм. Ол Сэм бе? Он является Сэмом. То есть являться деген бізде не? To be етістігі. Is болу керек. Сұрақ болған үшін жаңағы косиде ку жоқ қой. S қылып жібереміз. ASI. Okay? A деген не? Auxiliary. Міне. Is. Потом subject. He. Infinitive немесе адам аты не? Is he Sam. Okay? Good job. Болды. Кеттік. От души Armation, thank you. Are Davina and Sarah in the classroom? Находится ли, да, Давина и Сара в классе дейді. Класста бар ма дейді. Класста бар ма Давина мен Сара? Жоқ, олар жоқ, олар. No, что? No, олар дейміз не? They. No, they aren't. That's it. Okay? Good job. Good job, guys. Thank you. Next one. Where is? Where is дейді міне. Isді кіммен қолданамыз біз? Isді біз we мен қолданбаймыз. Isді біз they мен қолданбаймыз. Біз isді немен қолданамыз? He немесе she немесе it пен қолданамыз. Міне сондықтан where is he? Где он находится? Ол қайда бар болып жүр деген сияқты. Ол прямой аударсақ. Просто ол қайда деп аударсақ та болады. Құрметті менің достарым, видеоға лайк басып жіберіңіздерші. Пайдалы дүниемен достарымыз да пайдалансын. Рахмет. Swiss. Не ол Swiss? Кім біледі, құрметті менің достарым? Swiss деген не ол? Кім біледі? Swiss деген не ол? Swiss емес не? Swiss. What does the word Swiss mean? Кім біледі? Swiss деген не ол? Құрметті менің шәкірттерім.
Гүлнұр, какая нация? Switzerland дейді. Қай ұлт енді? Қай ұлт бұл? Бір ұлт болып тұр ғой. Какая нация? Швейцарский. ZXC. Швейцар. Good job. Нұрғали, рахмет. Thank you, guys. Гүлнұр, Швеция емес, не болады? Швейцариядан ғой, короче. А Швеция, это у нас Швеция же. А это у нас что? Из Швейцарии. То есть кто? Мы. We мен не қолданамыз? Из қолданбаймыз. То есть we Swiss деп айта алмаймыз. Не деп айтамыз керек? Біз швейцариялық боламыз деген. Болу етістігі керек та. Сондықтан мына жерде we are болады. Мына жерде бізге болу етістігі жетпей тұр. Сондықтан а болмайды. Сондықтан б болады. Құрметті достарым, мынау просто менде не үшін түсіндіріп жатырмын, а, из деген нәрселерді. Мен өзім мектепте оқыған кезде білмегенмін ол нәрсені ше. А деген неменеге пиқайт ете береді, уи деген бола салмай ма деп ойлайтын тұғым да. Сөйтсем, болу деген етістігі ғой. Мы являемся швейцарцами ма, сондай болады. Мы являемся. Мы швейцар болмай қалады да, мы швейцарцы. Из деген сияқты нәрсе керек та. Сол үшін are, is деген нәрсені қолданады екенбіз, оказывается. Соны түсінбеген екенмін мектепте. Кеттік, сол үшін түсіндіріп жатырмық. Is it Spanish? Является ли оно испанцем, испанским? Дейді. Окей? Является ли оно испанским? No болған үшін it алдына шығады, is болмайды. It is болу үшін yes болу керек. Сондықтан бұл болмайды. It not деп изіміз қайта керек болады, жоқ болып кетті, значит бұл не дұрыс емес. Көке біраз гел жағмадың ба? Жоқ. Мама жақтың ба? Сол үшін не болады? No, it isn't. Болады. Окей, құрметті менің шәкірттерім. Қане 80 адам отыр екен, 5-ке дейін санаймын. Плюсик басып, маған тіркеліп кетіңіздерші, құрметті менің достарым, шәкірттерім. Өйткені мен тек қана пайдалы дүниемен бөлісетін боламын. 1, 2, 3, 4, 5. Тіркеліп қойған болсаңыз, лайк басып кетіңіз енді. 5-ке дейін санаймын тоже. 1, 2, 3, 4, 5. Доктор Нұрғали, рахмет тіркелгеніңізге. Пайдалы дүниелер болады деген ойдамын. Кеттік олай болса. Барлықтарыңызға рахмет, құрметті менің достарым, шәкірттерім. Түсінбей жатсаңыздар, комментария жазсаңыздар болады, түсініксіз деп. Кеттік олай болса. From China. They are from China. Они являются из Китая. Бізде қазақша нан, нен, дан, тен деген соңына түсіп кетеді ғой. Ал британдықтарда, американдықтарда ол алдына шығып кетеді да. Мысалға, біз боламыз Қытайдан деген сөз. From деген сабағымызға тіркелсеңіз болады, біздің онлайн курсымыз бар, 2 айға жалғасады. 2 айға кері байланыспен 20 000 теңге. Мына жерде жаңа біздің Маконти деген оқушымыз қатысып жатқан еді, өзінің пікірін жазып кетті. Біздің курс жайлы 1-2 апта болды қатысып жатқанына, осы 2-ші апта сол ханымның пікірі бар еді. Міне. Осыны пин жасап қойық. Окей. Қалай тіркелем десеңіздер, менің профилімде WhatsApp номерім тұр, соған өтсеңіз болады, доктор Нұрғали. 2 айға жалғасады. Қазір алғашқы тіркелген 30 адамның ішінен мен iPhone ойнатайын деп жатырмын. Қазір тіркелсеңіз болады. Сондықтан кеш қалмаңыз, кері байланыспен біздің курстың ерекшелігі 24/7 менімен связьда боласыз. WhatsApp-тан мен сізге сұрақтар қоямын, үй жұмысын, сынып жұмысын жасайсыз, мен сіздің үй жұмысын, сынып жұмысыңызға байланысты ағылшын тілінде сұрақтар қоямын. Мысалға сіз жазсаңыз, they are from China десеңіз, мен сізге сұрақ қоямын. Where are they from? Where is your mother from? Where is your father from? И сіз маған жауап бересіз. I'm from та-та-там. My father is from деген сияқты. WhatsApp номерім 8707 507 91 92 8707 507 9192. Окей? Far in between дейді.
келесі кеттік олай болса. Мынау түсінікті ғой да? In room 10 дейді. You не болады? You aren't in room 10. То есть вы не находитесь в комнате 10. Сіз 10-шы бөлменің ішінде, мына in дегенде ішінде, жоқ, ішінде емессіз деген сөз да. Окей? Өте керемет. Темірлан мырза, рахметтер келгеніңізге. Мен тек қана пайдалы дүниелермен бөлісетін боламын. ұбт-ға байланысты курс қой, курсқа тіркелесіз. Біздің курсымыз бар, 2 айға жалғасады. 20 000 теңге тұрады, тоже кері байланыспен. Қандай материалдар бар дейсіз бе? 18 қайттан түсіндіресіз бе дейді. Түсіндіре саламыз, без проблем, no problem. You are деді мына. You мен I етістігін қолданамыз. You are no деп айтпаймыз. You not деп айтпаймыз. You aren't in room 10. Сіз не находитесь деген сөз ғой, не находитесь. Болмай, жоқсыз ол жер деген сөз да. 10-шы бөлменің ішінде, in деген ішінде. You aren't in room 10. Орысшамен байланыстырсақ өте керемет түседі. Вы не находитесь в комнате 10. Окей? Окей. Бұл beginner уровеніне арналған тест, бастапқы ағылшын тілі. Видео ұнап жатқан болса, құрметті шәкірттерім, плюсикті басып тіркеліп кетіңіз, және де жүрекшені басып, löpіл жасап кетсеңіздер, біз бітіп, риза болып қаламыз. Кеттік, let's go. Where it is, where are you, where I am. Yeah? You are not деп айтса бола ма? Болады, you are not дейсіңіз де болады. Бірақ, болады, сөйлем ішінде болады. Кеттік келесі. Where it is, where I am. Біз не айттық жаңа ретте? ASI дедік, немесе QSI, QSI дедік. Сұрақ алдына шығады, сосын auxiliary алдына шығады. Auxiliary'ін көмекші етістік. Question word, сұрақ сөздері. Where, when деген сияқты. Уағалейкумассалам, Темірлан мырза. Question word дегеніміз where, auxiliary дегеніміз алдына шығу керек. Көмекші етістік. Нәрдене I алдына шығып кеткен, значит бұл дұрыс емес. Зат есім алдына шығып кеткен да. It зат есім алдына шығып кеткен. Are деген алдына шыққан, значит осы. Where are you? Қайдасыз сіз? Где вы находитесь? Сіз қайда тұрсыз? Қай жақтасыз деген сөз ғой. Okay. The next one, this Amy. Мынау Amy болады деген сөз. Біз бұл жерде не ойлаймыз? Рахмет, Айока. Thank you. Сіз күшті тыңдайды екенсіз деп қойайын да. This Amy. Amy деген кім? She ғой, қыз ғой. Қызбен біз не қолданамыз? Is қолданамыз. Am'ді қолданбаймыз. Am'ді біз Iмен қолданамыз. Аны кіммен қолданамыз? You, we, they. Тағы бір жетпей тұрған сияқты, болды ма? Болды ғой, деме ол she ғой. Amy болса, ол she деген сөз, ол үшін is болады. This is Amy. Это является Amy. То есть, мынау Amy болады деген сөз. Okay? Саламатсыз ба? Менмін. Қош келдіңіз. Доктор Нұрғали. Baby, maybe. А вам что надо? Дейді. Thank you for following. Праваны парасыз ал. Рахмет тіркелгеніңізге. 20-ны қайттан түсіндіресіз бе? Түсіндірейік. Мынау болады Amy. Болды. Amy she болған үшін is болады. Болды. M болу үшін I болу керек. A болу үшін you, we, they болу керек. Болды. Okay. Take the next word. Next деген не ол? Next деген не ол? Кім біледі, құрметті менің шәкірттерім? Next деген кім біледі? Next деген не? Next деген
Next. Next. Yeah. Өте керемет. Наз ханым, QWERTY. Рахмет. Өте керемет. Менің шәкірттерім the best қой, the best, самые лучшие. Я, өте керемет. Келесі сөз тап дейді. 1, 2, 3, 4, 10, 9, 8. Мынанша көбіміз бар ғой. H деп оқиды. EGHT деп оқиды. Өйтіп оқымаймыз. Қайта оқимыз. 8. Окей? Сөйтіп оқысаңыздар күшті болады. 10, 9, 8. Сосын hello. Аяулым, рахмет. Лайкыңызға, тіркелгеніңізге рахмет. 10, 9, 8, 7. Менің уровенім бакалавр бітіргем, магистратура бітіргем, докторантура бітіргем. IELTS 7,5-8. Сондай. Дайындалсаң негізінде ашыруға болады IELTS-ты. Бірақ IELTS деген деңгейдің көрсеткіші емес, ол тек қана ENT сияқты емтихан. Advanced. Oh, brilliant, Naz. That's good. Кентау қаласынамыз, Немірлан мырза. 10, 9, 7, 2, 4, 6. Енді қайсысы болады? Yes, of course. That's good, my friends. 2, 4, 6, 8. Екі екеуден қосылып бара жатыр. Окей, let's go. Құрметті шәкірттерім, видеоға лайкты аямай басып жіберейік, шыққан адамдар көп кірсін, пайдалы ақпараттан пайдалансын. Тегін құнды ақпаратпен бөлісудеміз. Видеоға аямай лайкты басып жіберейік. Тіркелмеген болсақ, тіркеліп жіберейік. Oh, my teacher. Hello, Mr. Max. How are you, Mr. Max? Че там, Mr. Max, про интермедиатке тіркелмедіңіз ғой, сіз beginner бітіріңіз, про интермедиат тіркелу керек енді. Эфир уақыты белгісіз. Уақытым болса кірем. Уақыт болмайды, көбінше видео уроктар түсірем, балалармен кері байланыс жасаймын WhatsApp-та. Сол үшін осылай кейбір кезде уақыт болған кезде түсірем. Магистратура курсымызда бар. 2 айға доступ береміз, 20 000 теңге. Қазір тіркелсеңіз, 30 шәкіртімнің қатарына кірсеңіз, алғашқы 30 шәкіртім ішінен мен iPhone ойнатайын деп жатырмын. 30 адамның 30 шәкірттің ішінен бір адамға iPhone сыйлайтын боламын. Амин, Алла разы болсын, Темірлан мырза. Аллах тағала баршамыздан разы болып, иншалла. Ағылшынша сөйлеп, сайрап, қазақтың баласы ағылшынша сайрайды екен деп, Алла қаласа шетелге барған кезде не бір ғанибет болады, Өте керемет, Темірлан мырза, Алла разы болсын тілектеріңізге. Кеттік. 5, 6, 7, 8. Тағы да 8 болды, Менің айтқаным бойынша қайталап отырыңыздар, Мәтінді бірінші тез көз жүгіртіп аласыз. Сосын сұраққа қарап, сұрақты мәтінен іздейсіз. Тік. Жалпы мәтін не туралы екенін бір түсініп аласыз да. I'm very well, thank you. Жалпы мәтін не туралы екенін бір көзіңіз жүгіртіп түсініп аласыз да. Сосын сұрақты оқып, тексттен іздейсіз. Көбінше бірінші неден бастайсыз. Даталар, адам аттары, сондайлар болса, бірінші соларды тауып аласыз. Сөйтіп істейсіз. Сосын қиындары қалса, қиындар жайлап отырып тексттен іздейтін боласыз. Алла разы болсын, Темірлан мырза, рахмет, амин. Monday, Tuesday, Wednesday. What day comes after Wednesday? Wednesday'ден кейін қай күн келеді? Толқын тұрған, thank you. After Wednesday, it comes Thursday, okay? Thursday. Sorry. Thursday. Days of the week we write with a capital letter, okay?
апта күндерін бас әріппен жазамыз. Аудиода так сұрақтар жаттап аласыз. Бірінші сізге кітапшама не электронды бола ма, любой қалай болса да сұрақтарды оқып жаттап аласыз. Бірінші аудио басталмастан бұрын қайта оқыңыз, жаттағаныз и тыңдаған кезде оңай болады. Okay. Korea fan girl, hello, how are you? Окей, түсінікті ма? Жаңа listening тактикасы. Сұрақты оқисыз, жаттап аласыз. И өзіңізше бүйтіп дауыстап оқисыз, мысалға сұрақтарды. Take the next word, word 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9, 8 деген сияқты айтып, жаттап аласыз. Сосын тыңдаған кезде оңай болады. Окей. Мистер Макш, thank you. Макш менің оқушым онлайн курсы да алып жатыр, офлайн курсы да алып жатыр. Алла сенен разы болсын, иншалла. Макш мырза, биіктерден көрініп, иншаллах, КТЛ, нишқа түсіп кетіңіз, дарынға түсіп кетіңіз. Кеттік, next one. Friday, Saturday, Sunday. What day comes after Sunday? I'm very well, Janel. Екі аяқ аптасына десірек 24-те 7 доступ береміз. Сабақтарды, видео сабақтарды қарайсыз кез келген уақытта. Үй жұмыстарын жасайсыз да маған WhatsApp-қа суретке түсіріп жібересіз, мен тексерем. Сосын сізге сұрақтар қоятын боламын. Окей. Солай жұмыс жасаймыз. И аптасына бір рет Zoom-да кері байланыс сабағы болады. Окей. Бағасы 20 мың теңге. Қазір тіркелсеңіз 2 айға 20 мың теңге. Қазір тіркелсеңіз 30 адам ішіне кіресіз. iPhone сыйлайтын болам 30 адамның бір кісіге. 30 адам ішіне бір кісіге. Кеттік. Friday, Saturday, Sunday, then comes what? Monday. Okay. Next one. The next one. Let's go to the next one. Is John from England? Take the correct word. Correct деген не ол? Кім біледі, құрметті шәкірттерім? Correct деген не ол? Что такое correct? Айжан Жылқышиева, Дубай, good evening. Дубай. Көрішмесек мәне жаным, goodbye. Сондай бір өлең хит болып еді бір жылдар. Пчелобуб, аяулым, рахмет. Thank you. Аудармасын жазғандарыңызға рахмет. Thank you. Thank you. Yes. Is Gilberto Brazilian? Brazilian. 6. Алтын жауабы қайсы болады? What is the correct answer of question number 6? Brazilian, of course. Является он бразильцем, да, нация? Ұлт. She is from, қайсы болады мына жерде? Number 7. Құрметті шәкірттерім, видеоға лайк басып жібек, зақ еткізіп пайдалы дүниемен басқа адамдарда пайдалансын. Жетсін біздің видео. Ағылшын тіліне сусындап шөлдеп жүрген адамдарға ол жету үшін біз лайкты аямай деп басуымыз керек біз. Рахмет, құрметті менің достарым, шәкірттерім. Әлі де тіркелмеген болсаңыз, фук еткіз плюсикті басып тіркеліп кетіңіз. Мен тек қана пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Кеттік. She is from Spain, Испания. То есть она является из Испании. Окей? Из Испании. Мемлекет бұл құрықта мына жерде. Нұрай, рахмет тіркелгеніңізге, Нұрай. They aren't from Japanese. They aren't Japanese. They aren't of Japan дейді. 8-дің жауабы қайсысы болады? They aren't Japanese. From болу үшін they aren't from Japan болу керек.
Они являются из Японии болу керек та. А так мына жерде не болады? Они являются японцами болып тұр. Олар болады япондықтар деген сөз да. Сол үшін мына жерге біз from Japanese деп айта алмаймыз. Of Japan деп те айта алмаймыз. Олар Японияның болып қалады да аудармасы. Олар болады Японияның. Мағынасы келмей қалды. Түсінікті ме? Сондықтан they are in Japanese болады. She is from 9 қайсы болады? Yeah, she is from Egypt болады. Egypттің алдына біз the қоймаймыз. They are from Egyptian деп айтпаймыз. Okay, кеттік келесі. Number 9, number 10, Jack. Қайсы болады? Оның жауабы қайсы болады? Құрметті менің шәкірттерім, кім біледі? Әлде тіркелмеген болсаңыздар, құрметті менің шәкірттерім, плюсикті басып тіркеліп кетіңіздер. Және де тіркелген болсаңыз, лайк басып отырыңыздар. Рахмет тіркелгеніңізге. Jack is American. Jack является американцем. Okay, сол үшін Б банан болады. Okay, let's go to the next one. Bye. Goodbye дейді. Complete дейді. Complete деген не ол? Complete. Что такое complete? Құрметті мен шәкірттерім, complete деген не ол? Кто знает, что такое слово complete? Өте керемет, құрметті менің шәкірттерім. Ханымдар мен мырзалар, өте керемет, дұрыс айтасыз. Complete деген толтыру деген сөз. Sentences деген не ол? Sentences. Что такое sentences? Sentences. Что такое sentences? What is the word? What does the word sentences mean? Hello, Patrick. Charlemagne. Yeah, сөйлемдер толтыр дейді. Bye, goodbye. Hi, Tom. 11 қайсы болады? Hello, Sarah. Сәлем, Том. Сәлем, Сара. Осы spell деген не ол? Кім біледі, құрметті мен шәкірттерім? Spell. Что такое слово? Что означает слово spell? Толқын, рахмет. Мәнди, рахмет. Thank you. Спасибо. Арси, рахмет. Korean fangirl, рахмет. Thank you. Yeah, әріптеп айту деген сөз. How do you spell your name? My name is Ophelia. Қайсы болады? Әріптеп айту керек болса, B болады. Бұл жерде құрметті менің шәкірттерім, бұл жерде айтып кететін нәрсе. Біз мектепте қайтып өттік, мектепте өзім жаттаған кезде A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z деп пытырлап жаттағанбыз. Пытырлап жаттаған болмайды. Бөлек-бөлек айтылуларын білуіміз керекпіз біз. Ол бізде IELTS-та да керек болады, ол бізде магистратурада, тестта керек болады, ол бізде докторантурада да керек болады. Сол үшін біз айтылуын білуіміз керек. Әр әріптің қалай алфавит бойынша айтылады. Окей? Кеттік онда айтып көрейік. O, P, H. H дейді. H емес. Жап қой көрейік. H деп айтамыз. Құрметті шәкірттерім, окей? O, P, H, E, L, I,
Окей? Тез айтатын болсақ не болады? O-P-H-E-L-I-A. Окей, spell. Understand? Осы нәрсені есте сақтап алайық. Айтқан ақпаратым пайдалы болса, лайк басып, кері байланыс жасап жіберіңіздер. Рахмет, құрметті мен достарым, құрметті шәкірттерім. Let's go to the next one. Can you repeat that? Please, дейміз, иә? Можете повторить? Пожалуйста. Өтініш қайталап жібересіз бе? Rica ederim, tekrar edebilir misiniz? Türkçe kursu açsam ба деп ойлап отырмын енді. Please close the chair-board door. Не ол? Chair деген не ол? Құрметті мен шәкірттерім, chair. Board деген не ол? Және door деген не ол? Thank you. Рахмет, Дилназ ханым, Арси. Рахмет көп-көп. Сим, тақта, Нұрай, рахмет. Яғни біз жабамыз нені енді? Дорды ғой, дорды. Door. Please close the door. Okay? Өте керемет, құрметті менің достарым, шәкірттерім. Where are you from? Mexican? China? Brazilian? Основатель. Қош келдіңіз, основатель. Не алдыңыз, основатель? Мырзасыз ба, ханымсыз ба? Атыңыз жазып кетесіз ба, основатель? Молодец, основатель. Маған комментар жазасыз. Рахмет көп-көп. Видеоларға лайк басып. Рахмет көп-көп. Thank you very much for your likes and comments. Основатель. Where are you from? China. Қайдан боласың дейді? Қытайдан деп айтуымыз керек қой, дұрыс па? Уағалейкум ассалам, основатель. What day is your English class? Не ол what day деген не деген сөз? What day? Что такое what day? What day деген не ол? Нұрай, рахмет. Нұрғали, доктор Нұрғали, thank you. Дилназ, thank you, Дилназ. Ақтау, thank you. Thank you very much. Okay. Қай күні дейді? What day is your English class? Monday, the Monday. Қайсы болады? Where are you from дегенде, мына жерде қайдан боласың дегенде мемлекеттің атын жазуымыз керек та. Мына жерде мексикандық деген ұлтты беріп қойған. Brazilian деген ұлтты беріп қойған. Мына жерде не бізге мемлекет керек? Мемлекеттің атын беру керек. Okay. Ты только будь со мной рядом. Спасибо за подписку. Только будь со мной рядом. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса, любой сұрақтарыңыз қоя беріңіздер, шамам келгенше жауап беремін. Ask your questions. I will try my best to answer your questions. Hello. Nice to... Не болды сонда 16? 16 қайсы болды? Ама бұма? Кім біледі 16-ның жауабы қайсысы болады, құрметті менің шәкірттерім? Тоша, рахмет за подписку, Тоша. Тоша, мына жүрекше сізге, Тоша. Меруерт Беркінбай дейді. Кім тағы да жүрек алғысы келіп тіркелейікші қан. Monday А болады, өйткені неге үлкен әріппен жазылады апта күндері. Ой, молодец, Ділназ ханым, сізге 5.
міне 5 қойдым сізге. Мен де 10 деген бағалықты оқымаған, мен 5-тікте оқығам, так что максимум 5 қойдым. Дилназ ханым 5 сізге. От души. Алем. Рахмет розаларыңызға. Thank you for the rose. What day is your English class? On Monday. On Monday деп қойсаңыз да болады. Monday дейсеңіз да болады. Бәрібір бола береді. Енді наяқта Monday деп беріп қойған, басарып беріп қойған, осақ дұрыс болып тұр да. Доктор Нұрғали. Nice to meet you. Не деген сөз? Nice to meet you деген не деген сөз? Что означает nice to meet you? Что означает nice to meet you? What does the word? What does the phrase nice to meet you mean? Тоша, рахмет. Тоша, DS, рахмет. Мистер Нұрғали, рахмет. Толқын тұрған, thank you. Conditional деген не ол? Conditional деген шартты сөйлем. Шарт қоясыз. If I was you, I never be me, бір нәрсе еді. Өлең бар ғой, сол ғой. Conditional sentence деген сол. Танысқаныма қуаныштымын дейді. Приятно познакомиться. 18. I'm late. That's okay. Сосын мынанше үлкен әріппен көрдіңіздер ме, құрметті мен шәкірттерім? Ок деп қоя салмайық. Юса деп қоя салмайық. Мақма? Наны БМВ дей салмайық. Окей? Бас әріппен жазылған 2 әріп, 3 әріпті көрдіңіз бе? Оларды біз алфавит бойынша айтамыз. Okay? That's okay. Мынау не? USA. Мынау не? BMW. Құрметті жігіттер, осы жерде жігіттер отыр ғой. Осының расшифровкасын білесіздер ме? Кім біледі? BMW айдеймін деп, BMW жақсы көремін деп айтады көбінше балалар. Ал енді осының расшифровкасын айтып беріңіздерші маған. Комментарияға кім біледі? BMW. What does the phrase BMW mean? Кім біледі? Нау не мағына білдіреді? Полный расшифровкасы. Гуглға кіріп кетпеңіздер. Білсеңіздер жазыңыздар. Мақма? Гуглға кіру жоқ. Айгерім көріп тұр мен сізді. Кірмеңіз Гуглға. Мақсат, кірмеңіз Гуглға. Ойнап айтам. Оқушыларыма сөйтіп айтам ғой. Сіз үй жұмысын істемедіңіз деп қоям ғой. Короче, мысалға Мақсат деген оқушыма айтам ғой. Сіз үй жұмысын істемедіңіз, кеше түнде PUBG ойнадыңыз, мен WhatsApp'та отырдыңыз, TikTok'та қарадыңыз. Мен сіздің үйіңізде камераң бар десем, ва деп таңғып қалады, короче, оқушыларым ше. Оразылам ғой бірақ. Көбінше сондай болады ғой енді. Ұйықтамайды, келеді, көздері ісіп отырады оқушылар. Айтам ғой. Мен сіздің үйіңізде камерам бар, бәрін бақылап отырам. Үй жұмысын жасамадыңыз, қазір ұйқыңыз келіп отыр, түнгі сағат. Қаншада жаттыңыз десем, 11-де ағай. 11-де жатып, 2-де ұйықтағансыз ғой деймін ғой. Окей. Так что, мынау не? Bavarian Motor Works деген сөз. BMW қысқаша Bavarian Motor Works деген сөз ғой. Сондай. Next one. Bye, Tony. Bye. See you tomorrow. болады. Өте керемет. Tomorrow деген не ол? Tomorrow. Что такое tomorrow? Что означает слово tomorrow? Tomorrow. Ертең. Назёка, рахмет. Еңілік, рахмет. Тоша, ақниет. Thank you. Доктор Нұрғали, рахмет. Байырш, моторш, верке. Данке ғой сізге онда, данке. Сонда дейтін бет, немше данке деген. 18 істемедік па не? Істемеппіз ғой? Sorry. Sorry болады, sorry. Окейден кіріп кеттік қой. Sorry, I'm late. Неге excuse me болмайды? Кім біледі? Неге осы жерде sorry? Неге excuse me емес?
мына жерде құрметті оқушыларымыз, sorry, I'm late, that's okay. Excuse me, I'm late, sorry, that's okay дейді. Не үшін? Құрметті шәкірттер, не үшін sorry, I'm late болады, не үшін excuse me, I'm late болмайды? Употребление в контексте разное. И, собственно, просим изменения за опоздание. Рахмет, жақсы. Жақындап қалдық, близко. Еще кто ответит? Почему используем sorry? Почему не excuse me? Why? Who knows? Кім біледі? Не үшін excuse me емес, не үшін sorry? Өте керемет. Ахметов Құрманғазы. Керемет жауап. Мынау ше sorry ше бір нәрсе бүлдіресіз да, бір нәрсе бүлдіріп қоясыз ғой. Сосын барып кешірім сұрайсыз. Sorry. Okay? Excuse me де бүлдірмей жатып сұрайсыз. Okay? Түсінікті ме? Бір нәрсе жасамай тұрып, excuse me дейсіз. Жасап қойып кешірім сұрасаңыз, sorry деп сұрайсыз. Түсінікті ме? Есте сақтап алайық, құрметті шәкірттерім. Олай болса кеттік, жалғастырамыз. We are from England. We're English. You don't understand my language. Why don't you understand? What's your nationality? Korean fan girl. Before destroying something, before doing something bad, we ask, excuse me. But after doing something bad, we say sorry. After doing something, we say sorry. Before doing something, we use excuse me. That's it. We're from England. We're English too. Мы из Англии. Мы британцы. Тоже дейді. Мы тоже британцы. Beginner, my friends. Beginner English. Beginner. Таста жеріп болғаннан. Beginner. Okay? Венера Қожина. Құрметті менің шәкірттерім, менің 2 айлық курсыма тіркелсеңіз, бағасы 20 000 теңге, кері байланыспен қазір 30 адамның ішіне кіретін болсаңыз, алғашқы тіркелген 30 адамға, ішінен бір адамға iPhone 12 Pro сыйлайын деп жатырмын. Шәкірттерімнің, сіздің басыңызда сапалы ілім қалады, немесе қолыңызда сапалы іліммен қоса сапалы телефон қалуы мүмкін. Так что менің WhatsApp-ма өтіп, курсқа тіркеліңіздер. Kazakh and Russian. I'm speaking Kazakh and Russian languages. Yeah. Okay, guys. Мен пока келесі беттер шығарғанша сіздер, құрметті менің достарым, видеоға лайк басып отырыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Yeah, pre-intermediate жалғастыра аласыз. Yeah, pre-intermediate. How's it going? Proj. I'm very well, thank you. How are you? Yeah. Пока я распечатываю новые файлы, вы лайкайте видео и подписывайтесь на меня. What's your nationality? Korean fan girl. Okay, let's go to the next exercises. Okay, let's go. Golazo. Africa cervicazo golazo. Thank you.
Бізде pre-intermediate, intermediate, beginner elementary курстар бар. Любой курс 2 айға 20 000 теңге. Мен кері байланыс 24-те 7 видео сабақ қарайсыз. Маған жібересіз суретке түсіріп, мен сұрақ қоям, практика жасаймыз. Oh, that's good idea. Now, next one. How are you? I'm fine, thanks. Your email, it's deborah.dean@hipmail.com. Мынаны қалай айтамыз ағылшынша? Как мы это знак говорим на английском? Кто скажет? 2 айдан соң қанша болады? Не ол? 2 айдан соң қанша болады? Деңгейіңіз бітіресіз, 1 деңгейді 2 айда бітіреміз, Алла қаласа. Бір курс, 1 деңгей 30 сабақтан тұрады. Әр сабақ 20 минут, 15 минут, 10 минут әртүрлі. Сабашканы қалай айтады ағылшынша? Oh, RC, логично. Қалай айтамыз ағылшынша? Кім біледі, құрметті достар? Ақниет. Доктор Нұрғали. Pre-intermediate бітіргіңіз келсе, біздің курсқа жазылыңыз. Intermediate бітіргіңіз келсе, біздің курсқа жазылыңыз. At деп айтатынан собачканы at дейді. Okay? So, it's deborah.dean@hipmail. Точканы қайтып айтады, точканы қайтып айтамыз. Точканы. Point дейді, бірақ email'да айтқан кезде оны басқаша айтады сәл. Email'да айтқан кезде yes, ақниет, good job. Dot. Okay. It's deborah.dean@hipmail.com. Okay. The next one. So, сұрақ қоя. What's your email address? Respect. Nurida, thank you. Nurida, thank you for your respect. Next one. They in my class. They мен не is қолданбаймыз, they мен am қолданбаймыз, не қолданамыз? Are they in my class? Олар менің классымнан бола ма дейді. Являются ли они из моего класса? Құрметті достар, видеоға лайк басып отырайықшы. Тіркеліп кетейікші. От душинан. Кеттік онда жалғастырамыз. Late. Is мен we қолданамыз ба? Жоқ. Am мен we қолданамыз ба? Жоқ. Are we? Ойбай, осы болады. Sorry, are we late? Okay. The next one. The next class is tomorrow at 2 o'clock. Қашан дейді, қашан. Қашан деген қалай болады? Когда, как будет на английском? Когда, қашан деген ағылшынша қалай болады? Толқын тұрған, рахмет. Шавкат Рахманов. Welcome, Шавкат Рахманов, the champion of the world. Шавкат Рахманов. Магистратура дайындық курсымыз бар. Магистратура тіркелсеңіз, сізге 5 жылдың базасын тегін берем, жауаптарымен берем. Біздің курс 2 айға жалғасады, 20 000 теңге, оның ішіне жаңа магистратура курсының базасы кіріп кетеді. Өте керемет. Ал магистратураның базасын бөлек алам десеңіз, ол 5 000 теңге тұрады, курсқа тіркелмей. Курсқа тіркелсеңіз, тегін берем. Магистратураның тактикасын бөлек өтеміз, оған тактикасы, техникасы басқаша. Деңгей көтеру курсы ол басқаша, ұбт да басқаша болады. Okay, so when's the next class? They're from France, they're Swiss. Шавкат Джалалов, thank you. They men isn't қолданбаймыз, they men not қолданбаймыз, they aren't деп айтамыз, иә? Они из Франции. Олар болады Франциядан. Олар
швейцариялық емес деген сөз ғой. Алтының жауабы не болады, құрметті менің шәкірттерім, құрметті ханымдар мен мырзалар? Yeah, are Fiona and Sally sisters? Yes, they are. Yes болған үшін they are болады, окей? Олар әпшелі сіңілі ма дейді? Я, деңгей көтеру болатын болса, тест берем, Нұрида ханым. Сізге тест берем, тест жасайсыз, сол арқылы сіздің деңгейіңізді анықтаймыз да. Деңгей анықтау тегін. Сосын сізге курсқа тіркейміз. Курсымыз 24-7, біздің курстың ерекшелігі 24-7 менімен жұмыс жасайсыз. WhatsAppта сұрақ қоясыз, үй жұмыстарыңызды жібересіз, мен тексеремін. Goodbye, fine girl. Тексеремін, сұрақтар қоямын ағылшынша, практика жасайсыз, сөйлейсіз, сөйлеген кезде произношениеңіз дұрыстаймыз. Мысалға, they деп айтатын болсаңыз, оны they қып үйретеміз. Кім әпше деп жатыр ма? Әпше деп жатыр ма? Мен ба айтқан әпше деп, иә. Кентау қаласынан болам мен. Мистер Нұрғали. Әпше, әпке, тәте кете береді ғой. Апа. Батыста да оққам ғой, сол үшін апа деп айта береміз. Айнұр апа, әпке шеш бар. Бір торт әпке шеш, бапке шеш. They are 14. How old are they? Oh, Nurida, you're from Kentau. Good job. Are you on holiday? Yes, we are. Қайсы болады 8-дің жауабы? Yes, we are. Бөлек жазылып көреді, да? Иә, разница болғанда дұрыс өте орынды сұрақ. Ақниет ханым, енді қараңыз. Бұл жерде мысалға мынандай нәрсе бар. Yes, we are деп жауап бересіз, да? We are on holiday дейсіз. Яғни біз қысқаша жауапты қайыр ашылатын болсақ, я солай деп айтатын болсақ, ол кезде біз міндетті түрде былай айтуымыз керек. Yes, we are. Окей? Қысқа жауапта біз yes, we are деп салмаймыз. Болмайды, ол қате болады. Біз қысқа жолын полный жауап берген кезде қолдансақ болады. We're on holiday. Былай жауап берсеңіз болады. Are you on holiday? Yes, we are. We're on holiday. Окей? Бірақ наның өзін бит қоя салуға болмайды қысқа жауапта. Полный жауапта былай да қолдансаңыз, без проблем қолдана бересіз. Ақниет ханым, сұрағыңызға жауап бере алдым ба? Жауап бере алсам, видеоға лайкты басып түсінген болсаңыздар, маған тіркеліп жіберіңіздер. Where are they from? Откуда они? Beatrice, she's a friend from school, did. Who is Beatrice? Кто Beatrice? Кім Beatrice? Ол менің мектептен досым дейді. Phone number. Сен телефон нөмірің қандай дейді? What's your phone number? Қалай айтамыз телефон нөмірді? Телефон нөмірді қайтып айтамыз? 656-432-6879 деп айтамыз ба? Қайтып айтамыз? Қазақша сияқты айтамыз ба? Или ағылшын тәртіпі басқаша ма? Өте керемет. Fantastic, guys. Awesome. Yes. Number by number. Yes, we say number by number. Yeah. Бірін деп айтамыз. 656-432-6879. Okay? Follow me, guys. Подписываемся на меня. 5 секунд уақыт берем. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. Yay! They class number 5. They are in class number 5.
Они находятся в классе номер 5. Олар бар 5-ші нөмірдегі класстың ішінде. We're from Brazil. What? We're not Mexican. We're from Brazil. Мы не мексиканцы, мы из Бразилии, да? American, they're from San Francisco. They're American. Okay. They're from San Francisco. Okay, guys. Is the next English class? When is the next English class? Когда будет следующий английский урок? When's your birthday? 16 жауап қайсысы болады? Yes, it's on Friday. Апта күндеріне on қолданамыз. Okay, my friends, that's the end of the lesson. Because I'm a bit exhausted. Yeah. Thank you all. Love you all. Love you and hug you. Yeah. Барлықтарыңызды жақсы көрем. Құшақтадым. Видео ұнаған болса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Ағылшын тілдеріңізді дамытқыңыз келсе, біздің 2 айлық курсқа жазылыңыз. 2 ай кері байланыспен 20 000 теңге. Біздің курстың ерекшелігі 24/7 менімен жұмыс жасайсыз. WhatsApp-қа жұмыстарын суретке түсіріп, маған жібересіз, мен тексерем, ағылшынша сұрақтар қоям. Guys, if you want to improve your English, you can join our course. It lasts for 2 months. For 2 months, it's just 20,000 tenges. The difference of our course is that you'll be in touch with me 24/7. So don't miss this opportunity. So if you will be among the 30 students, you can get an iPhone, because I'm gonna give iPhone 12 Pro to one of my students who will join our course. Dr. Nurgali, see you later. Take care of yourself and have a good night and sweet dreams. Thank you. Сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар болады. If you have any questions, just don't hesitate to ask me. Сұрасаңыздар болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Курс жайлы, не жайлы? Біздің курс жайлы сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Мен кішкене шаршаңқырап қалдым, сол үшін тоқтатайын ба деп жатырмын эфирді. Таппай қалдым жаңа оқушым комментін. Сабақ онлайн болады, я. Сабақтарға доступ береміз, 2 айға доступ береміз. 2 ай бойы кез келген уақытта сабақтарды қарайсыз. Қараған бойы үй жұмысы бар, үй жұмысын жасайсыз, маған жасап жібересіз, суретке түсіріп, пытшың қыткызып, мен қараймын да оны тексерем. Сізге қайттан жазам, сол үй жұмысына байланысты сұрақтар қоям. Where were you born? When's your birthday? Деп сұрақтарды қоятын боламын. Так что тіркеліңіздер, по-моему, 20 000 теңге 2 айға кері байланыспен, и то менімен жұмыс жасайсыз. 2 айда бітіреміз бір уровеньда, асықпай, жайлап, баппен деген сияқты. 2 ай деп қойған, бірақ сіз үй жұмыстарын тез-тез жасасаңыз, мен айтқандарым тез-тез істесеңіз, видеоларды қарасаңыз, тез-тез үй жұмыстарын жасасаңыз, сынып жұмысын жасасаңыз, 1 айда да бітіріп тастауға болады. Енді барлығы сізге байланысты. Бір күнде 2 сабақты оқуға болады, 3 сабақты оқуға болады. Сөйтіп жазып үй жұмыстарыңызды жібересіз, главное.
Мен тексеремін, сөйтіп сұрақтар қоямын, сізге байланысты. В общем, негізі 2 ай доступ деп айтамыз, бірақ 15 күнде, 10 күнде бітіресіз ба, 30 сабақты қарап, үй жұмыстарын жасап, сертификат береміз соңында. Кешкісін қарайсыз ғой сабақты, видео сабақтарды қарайсыз, и маған WhatsApp-қа суретке түсіріп жібересіз. Сөйтіп мен тексеремін. Так что, құрметті шәкірттерім, сондай. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Кешкісін жасайсыз, сабақты жұмыстан келесіз, асықпай, оқудан келесіз, тамағыңызды ішіп аласыз, сөйтесіз де жайлап біздің 10-15 минуттық, 20 минуттық сабақтарымыз қарап, деп қарап, фук өткізіп, үй жұмыстарын жасап, фук өткізіп, суретке түсіріп маған жібересіз. Әрбір видео сабақтың ішінде 2-3 минут разговорға бөлем. Соға мен разговор деп атқаным кері байланыс. Сіз маған суретке түсіріп жібересіз, үй жұмыс, мен сізге сол ағылшынша сұрақ қоямын, сіз маған ағылшынша жауап беруіңіз керек. Сол спикинг болады. Еще плюс бонус видео сабақтың ішінде 2-3 минут спикингқа бөлем. Мысалға сұрақ қоямын да үндемей тұрам. When's your birthday? Деймін да үндемей тұрам. What did you do yesterday? Деймін да үндемей тұрам, сіз жауап беруіңіз керексіз, деген сияқты. Онымен қосып тағы да WhatsApp-та да практика істейміз, сондай. Goodbye, guys. WhatsApp номерім жаңа жаздым, немесе TikTok-та осы профильде мен номерім тұр. Бассаңыз прямой менің WhatsApp-ма келесіз. Thank you, goodbye, have a good night, sweet dreams. See you later. Bye.